Сәлем достар, бүгін мен сіздерді осындай өте жұмсақ, осындай ойыншыққа қажетті заттармен таныстыратын боламын. Ол үшін бізге ең бастысы қажеті ол әрине жіп. Жіпті арнайы жіп сататын дүкендерден алсаңыздар болады. Яғни тоқыма жіптер сататын жерден аласыздар. Мен 3 түрлі түс жіпті алдым. Яғни ол ақ, сұр, бұл біздің ойыншығымыздың түсі, және розовый түс. Бұны қалаған түстеріңізге кейін ауыстырсаңыздар болады. Мен розовый түс таңдадым. Сосын жіптер барлығы да бірдей плюш, яғни велюр жіптер. Өте жұмсақ, бірақ әртүрлі фирманыкі. Бір фирмадан барлық түсті таба алмадым, қажетті түсті. Сол себепті әртүрлі фирмадан алдым. Сосын айта кететін жайт, мына сұр түсті бізге тоже осындай бір бобина қажет болады. 3 түстен де осылай бір бобинадан аласыздар. Ары қарай қосымша бізге осындай қара жіп керек болады. Менде қара жіп шерстяной, жартылай шерстяной жіп. Онымен қоса жіп сататын дүкенде, осындай пряжа сататын дүкендерде осындай арнайы инесі болады. Оның ұшы осындай доғал болады. И осындай пластмасс түрінде болады. Мен өзім осы пластмасс түрін қолданамын. Яғни білесіздер, қара жіп бізге ойыншығымыздың көзі, тұмсығы, сол жерлерді тігуге қажет болады. Ары қарай бізде ойыншығымыздың ішін толтыруға синтефон қажет болады. Синтефонның бұл холофайбер деген түрі, арнайы осындай дөңгелетілген, осылай бір-біріне жабыспайды, тапталмайды. Ойыншыққа арналған өте ыңғайлы, жақсы түрі. Бұны синтефон сататын жерден тапсаңыздар болады. Ары қарай қайшы, и әрине бізге ілмек, крючок қажет болады. Менде крючогым 4,5, 4,5 миллиметрлік осындай ілмек. Бұны да сол тоқыма жіптері сатылатын жерден аласыздар. Бар болғаны осы 4-5 зат. Ары қарай келесі бөлімге ссылка қалдырып кетем. Ары қарай біз осындай жұмсақ ойыншықты сіздермен бірге тоқитын боламыз. Каналды жоғалтып алмау үшін әрине тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер.